Құрметті қазақстандықтар, абайлаңыздар, Қытайдан бізге тифаль алып келіп едік. Мынандай болып шықты. 2 күн болды келгеніне. Чай қойып жүредік, ішіне құмырсқа аптап кетті, қараңыздар. Құмырсқа тартады екен. Мынау не сұмдық мынау? Қытайдан бізге осындайлар жіберіп жатыр. Алатын кезде абай сақ болыңыздар. Жап жаңа 2-ақ күн болды ашылғанына. Мынау қараңыздар, не деген ужас. Маркасы мынандай. Жоқ, мынау енді вообще енді миға сыймайтын әңгіме ғой. Қараңыздар, қаншама ішінен бір ақ заттар шығарып жатыр. Қырылып қалған. Мына қараңыздар. Сақ болайық ағайын.